Қазақстан қалалары арасындағы пойыздарға қалай Каспийдан да арзанырақ билеттерді алуға болады. Бұл жолмен 200 теңгеден 600 теңгеге дейін бір билеттің өзінен үнемдей аласыз. Егер де бір отбасынан көп адам болсаңыз, сізге ең тиімді жол. Алдымен Каспий арқылы билеттің бағасын тексеріп көрейік. Олай болса, өзіңіздің бағытыңыз бойынша қайдан қайда бару керектігіңізді жазып көріңіз. Мен мысалға Алматы 2-ден Шымкент қаласына дейін қараймын. Мысалға 13 маусым күнді көрейік билеттерді. Бұл жерде Алматы-Шымкент бағытында ең арзан билет 3255 теңге екен. Енді Google-ға кіріп, Қазақстан Railways немесе Қазақстан темір жолы деп жазып көрсеңіз болады. Мына тұрған сайтқа кіріп, осында өзіңіздің бағытыңызды қарап көрсеңіз болады. Мысалға, Алматы 2-ден Шымкент бағытына қараймыз. 13 маусымға. Енді біздің бағытымыз мінекей іздеп жатқан Алматы 2 Шымкент бағыты 18:25-тен 05:10-ға дейінгі. Мінекей дәл өзі. Мұнда Каспийдағы билеттер 3255 теңге, ал мына жақта 3042. Және де купе бұл жақта 8896, мына жақта 9396. Яғни 200 теңгеден 600 теңгеге дейін үнемдеуге болады. Бірі білсе, бірі білмес. Пайдалы болып жатса, ақпаратты сақтап алыңыз. Бұл ешқандай да жарнама немесе анти-жарнама емес. Егер де сізді саяхат тақырыбы қызықтырса, парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.